Өңірде ақ түтек боран мен аязды күндері жолаушылардың діттеген жерлеріне аман-есен жетулері үшін барлық жағдай жасалған. Ескертуге қарамастан қолайсыз ауа райы күндері жолға шығатындар аз емес. Қиын жағдайға тап болғандар зардап шекпеуі үшін облыста қазіргі күні 257 жылыту бекеттері жұмыс істеп тұр. Қауіпсіздік ережелерін сақтауда жылыту бекеттерінің де маңызы зор. Аязға қарамастан тәуекелге бел буып, сапарға шығатындар жоқ емес. Қиын жағдайға тап болған жолаушыларға жәрдем беру үшін облыстың тас жолдарында жылыту бекеттері тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күні облыс бойынша 257 жылыту бекеті жұмыс істеп тұр. Аталған пункттер бір мезгілде 11 мың адамға дейін қабылдап, көлігі сынып, далада қалған жолаушыларға көмек көрсетуге дайын. Аймақтағы жылыту пунктінің 13-і республикалық маңыздағы, 11-і облыстық, қалғаны жергілікті маңызы бар жолдардың бойында орналасқан. Бұдан басқа боранды жолда адасқандарды іздеп табуға арналған арнайы мобильді іздеу тобы да жасақталған. Оның құрамына өрт сөндірушілер, жергілікті атқарушы орган өкілдері, тәртіп сақшылары, шекара қызметі мамандары мен еріктілер кіреді. Қостанай облысында қыс мезгілі келгеннен бастап, Қостанай облысының төтенше жағдай департаменті, Қазавтожол, жергілікті атқарушы органдар, полиция департаменті бірлесе отырып, біраз көптеген шаралар жүзеге асырылды. Қыс кезінен бастап қазіргі уақытқа дейін жолдарда қалып қойған машиналарды бірлесе отырып, осы айтып кеткен қызметкерлермен бірлесе отырып, құтқару жұмыстары атқарылды. Жыл басында 2023 бірінші қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін қардың құрсағынан 160 адамды құтқардық. Ауа райының қолайсыздығы салдарынан қаңтар айында 160 жолаушы жолда қалып қойған. Құтқарушылар дер кезінде әрекет етіп, ешқандай оқыс оқиға орын алған жоқ. Нәтижесінде 160 адам құтқарылған, оның ішінде 6-ы кәмелет жасқа толмаған балалар. 54 автокөлік қар құрсауынан шығарылған. Қостанай облысында 257 жылыту пунктісі бар. Оның 13-і ол республикалық маңызы бар. Республикалық және оның 11-і облыстық, қалған 233-і ол жергілікті болып табылады. Құтқару жұмыстары бірлесе атқарылып жатыр қазіргі таңда. Жылыту бекеттері азық-түлікпен, төсек орынмен қамтамасыз етілген. Тәулік бойына жылы күйде ұстау үшін кезекшілік ұйымдастырылған. Қыс мезгілінде төтенше жағдайлардың алдын алып, жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жылыту бекеттері қызмет етуге дайын. Бұл бағыттағы жұмыстар тұрақты бақылауға алынған. Рахат Сейтхан, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.